Бастаған істі соңына дейін апарайық. Қайсардың атымен жеріне бір көкеміз құда түсіп жүр. Ол оңайлықпен берілмейді. Бірақ ебін тапсақ өз еркімен ат пен жердің құжатын өз алып келетініне сенімдімін. Мәди, міне сенен алған ақша. Енді мені бұған араластырмай қойсаң, жолымыз тоғыспас деп ойлаймын. Тоқта. Сен неге сөйлеп тұрсың? Осымен тоқырайық, Мәди. Тоқта. Сен бұлай сұтылып кете алмайсың. Жаға жыртыспай қойса қайтеді. Мен сенің қолыңмен көсемеймін. Қарызымнан құтылдым. Бар болғаны өз бетімше өмір сүргім келеді болды. Шакал, сен не деп тұрсың? Біз не деп келістік? Менен жақсылық күтпессің. Сенімен ақша үшін дос болдым. Айтқаныңды істедім. Енді менен аулақ жүр. Өзім де саған жоламаймын. Барлығы сен айтқандай бола бермейді. Қайсардың да басына күн туған кезде менің кесірімнен ол да сорлап қалдықтың ба? Тоқта! Тимур, тоқта деймін! Қайсар қиын жағдайға түсіп қалыпты. Мен бүгін ғана естіп отырмын. Мен де бүгін білдім. Ол несиесін жаба алмай жатыр, әке. Қызым, сен не бүгін? Қайдағы бір қайырышына қара табанды ойлап қапсың, а? Төле алмаса, онда менің не қатысым бар? Әке, ол негізі таза жігіт. Тек қолының қысқалығы бол. Кәмшат! Сен не? Еркеліктің шегі деп, ойыңа келгеннің бәрін айта беруің керек па? А? Қайдағы бір қайырышыны ойлай қалғаныңа жол болсын саған. Мен бар болғаны осындай қиын жағдайға түскен кезде қол ұшын береміз ба деп ойладым. Әркім өз қотырын өзі қасысын. Ұқтың ба? Не, көрінгенде мен жарылқай беретін, асып тасатқан жөнім жоқ. Әке, мен оның жағдайын естіп жүрегім ауырды. Жетер! Саған не болды, Кәмшат? Бұдан кейін оның атын айтушы болма. Бүгін анаған, ертең мынаған. Көрінгенге сезіміңді оятып. Айналайын, сен кішкентай қыз емессің ғой, а? Еркеліктің де шегі бар. Мәди, ашынған бөрі оңай алдырмайды. Осын есіңде сақта. Көреміз. Одан маған ештеңе керек емес. Оның маған тек аты ғана керек. Егер ұтсаңдар, көп нәрсеге жол ашылады. Әрине. Жеңіске жетпей тыңбаймыз. Бәрекелді. Барып додаға қатысайшы бар. Қамшалғаннан кейін миың істеп кетіп жүреді. Қазір мен сен тіліңді жұлып Не? Болды! Доғарыңдар! Бар күштеріңді ертең көрсетесіңдер. Қайтыңдар болды. Қай баласың? Не жағдай? Ассалаумағалейкум, ақсақал. Бауырым, келісімшарт бойынша тракторды алып кетеміз. Және кепілдікке қойылған жердің құжаттары бізде қалады. Түсінікті ғой? Қайдағы кепілдікті айтып тұрсың? Ақсақал былай ғой. Тракторды несиеге алған кезде жердің құжаттарын кепілдікке қойған. Енді несие төленбегендіктен тракторды да алып қоямыз. Және жердің құжаттары да бізде қалады. Түсінікті ғой? Бауырым, соңғы ескерту енді. Жақсы, сау болыңыздар. Жер? Кепілдікке қойдыңшы? Ата, не болды сізге? Ата! Қайсар, не істейміз, ата? Ата! Ата, қатты қорқыттыңыз ғой. Бір қателіктің түбі осыған әкеп соқты. Мынаны ішіңізші, ата, дәрін. Балам-ау, жерді кепілдікке қойғаның не?
Қара шаңырақпен не болады? Бұлардан айырылсақ, бәрінен айырылғанымыз ғой, балам-ау. Ата, мені кешіріңіз. Бірақ сізге сөз берем. Осы жолғы додада ұтсам, барлық қарыздың бәрінен құтылам. Жерден айырылып қалмаймыз. Тек сіздің қолдауыңыз бен көмегіңіз керек, ата. Жақсы. Жағдай күрделі екен. Әлгі сендерді тонағандардан хабар жоқ па? Полиция айналысып жатырым деген. Бәрі қиындап кетті. Не істеймін, не тындырарым білмеймін. Уайымдай бергеннен ештеңе өнбейді. Көкпар додасында жеңіп шығуға тырыс. Ол сенің қолыңнан келеді, бәрінен құтыласың. Бәрі жақсы болады. Ең бастысы сынып кетпе. Рахмет. Жүр, мен сені шығарып салайын. Жүр. Жарайсың. Сен нағыз партизансың. Осының бәрін қайдан білесің? Егер мен жол кездесуші болсам, барлығын адастырып кетер едім. Саған сенем. Сонымен әлгі ауылда шу шыққан ба? Шудың көкесі әлі алда. Біраз ақша жоғалтқан. Егер сен Қайсардың орнында болғаныңда, не істер едің? Сол ұрыларды жердің астына кіріп кетсе де тауып алып, аяқ қолдарды сындырар едім. Ол не? Үнсіз жатыр ма? Қайсарды айтам. Қайсарды қойшы. Тимурда бір гәп бар сияқты. Біраз болды көрмегелі. Иә, ол шыққан сияқты. Үніне кіріп кетіп шықпай жүр. Бірақ бізге шыққан емес, арыстан керек. Қайсардың ойы сол дода. Сені жеңіп, қарызынан құтылсам деп ойлайды. Ол жеңіс ол тек қана түсінде көреді. Сен Қайсармен жай ғана бақталас емес сияқтысың. Көздегенің не? Оны біліп қайтесің. Кейін айтам. Бұл не масқара? Кооператив құрамыз дедіңдер. Ғана Қайсарына құдайдай сендік. Енді не болды? Не ақша жоқ, не мал жоқ. Енді шуламай қоя тұрыңыздар. Бұл бір күтпеген жағдай болды. Ана істі участковый қарап жатыр. Бұлай болмайды. Бізге ақшаны тездетіп қайтарып берсін. Ой, құдай-ай, айттық қой енді сендерге. Қайсарға да оңай соғып жатқан жоқ. Оның үстіне жақында ғана әке-шешесі қайтыс болып қан жұтып отыр ғой. Оған біздің не жатағымыз бар? Біздің ақшаны қайтарсын болды. Ой, қайтарамыз деп айттық қой. Мәселе шешіледі. Қайсар еш жаққа көшіп кеткен жоқ қой. Болды. Біз әрімен қарай күте алмаймыз. Егер тездетпесе, үстен сотқа шағым түсіреміз. Сөйтеміз. Ой, құдай-ай. Шағым түсіріңіздер. Ол сотталсын, бар мал мүлкін тәркілесін. Сонда біздің бір ауылдың тұрғыны бола тұра, бір-бірімізге істер жақсылығымыз осы ма? Сүрінбейтін тұяқ жоқ. Қайта Қайсарға бір ауыз жылы сөз айтудың орнына бәріміз жабылып жағасынан алсақ қалай болады? Ер жігіт айтқан сөзінде тұрады. Ақшаларыңызды қайтарады. Болды айналайын. Сот жесін, сот. Көңілдеріне қарап отыра алмаймыз. Немене сот өтіп сұңғылдақ қалдыңдар? Қаршадай қыз жетесіне жеткізіп айтты емес пе сендерге? Ата, Оу, дәріңізді ішіп алыңыз. әкел. Алаңдама, балам. Атаңдың жай ғана қан қысымы көтеріліп қапты. Сіз маған сырттай білдіргіңіз келмегенмен іштей қайғырып жүрсіз. Оның үстіне ісім теріс болып, сізді әуре сарсаңға салдым. Ештең етпейді. Ер адам өзі бір терінің ішінде неше арып, неше толады.
көкпарды таңдағаныма көкем қарсы болып еді. Негізі жолым ауыр болды. Ей, қой, онысы несі? Көкпар деген адамның рухын шыңдамай ма екен? Сен олай үгілме. Несі бар? Бірде жеңіліп, бірде жеңіп, түбінде бір биікке шығасың. Бәрі қабаттасып кеткен соң ба, іштей қынжыламын ата. Баяғыда бір шал айтқан дейді. Бұдан жаман күнімізде де тойға барғанбыз деп. Ой, жөнім, кел. Өмір мұнымен тоқтамайды балам. Еңсеңді биік көтеріп жүр. Мыналардың барлығы сетевой маркетинг па, не өзі? Алло, жұмыс бойынша хабарласып тұр едім. Иә, болады. Қашан барайын? Облыстық емхана дейсіз бе? Болады. Иә. Онда мен сізге барған кезде хабарласам, е? Жақсы, рахмет. Өңің жоқ қой. Әкешен түсіңе кірдім. Үй жарықтықтар ай. Бүгін мешітке барып, молдаға Құран оқытпасам, мен алайдыр. Жатқан жерлерің жайлы, жандарың жәннатта болсын. Біліп-білмей жасаған күнәлері болса, кешіре көр Алла. Өмір деген алма кезек. Бірде қыс, бірде жаз. Қайғырған мен ештеңе өнбейді ғой. Бұл да бір жаратқан иеміздің екеумізге жіберген сынағы болар. Көтерейік. Жерден айылып қаламыз деп, сіздің күйзелгенің жаныма батады. Ойымдағаным біраз. Мына қара шаңырақтан айырылып қалсақ не болғанымыз? Сүйегім осы босағадан шықса деп. Өлсем де бермеймін. Бұл дүние өзі талас пен тартыстан тұрады ғой. Күресесің. Бірде жеңесің. Бірде жеңілесің. Саған не? Сол қиянат жасағандар. Өмір бақи тайраңдап жүреді дейсің бе? Ата, бұл жолы жеңілетінін сезіп тұрмын. Мақтыластарым тағы да бір қақпан құрып қойған шығар. Қақпанға түскен бөрі екеш бөрі де аяғын қырқып жіберіп, сытылып кетпей ме?
Есіңде болсын. Сырыңды еш адамға білдірме. Онысы несі? Бүгін тапталсаң, ертең биікте отырасың. Сабыр мен төзім бәрін жеңеді. Мә, құй шайыңды. Қайсар ешқайда көшпейді, қашпайды. Біз енді Қайсарды қорғап отырған жоқпыз, бірақ ақшаларыңыз қайтарылады. Қашан? Қашан? Күтіңдер. Барыңдар бастықтарына болды. Тездетіп қайтарып берсін бізге. Әйтпесе, қайтып келе береміз осында. Ата, сіз қатты уайымдамаңыз. Бәрі жақсы болады. Бірақ додаға бірінші дайындықсыз бара жатырмын. Бұйырғанын көрерміз. Қарақасқаның бабы келісіп тұр. Енді бақ шабама, бап шабама көріп аласың. Ең бастысы балам, басың аман, денің сау болсын. Еш алаңдамай бара ғой. Алла, жар бола көр. Ал. Чү. Секе. Келіңіз. Қалай азамат? Жақсы, отырыңыз. Қайсарды ұрынбайтын жерге ұрынып, бүкіл жұртты шулатты. Сіз не болып отыр? Іздестіріп жатырмын, Секе. Ешқандай із қалдырмаған. Әбден тонауға машыққан әккілер сияқты. Әлгі қасындағы жігіт қаланыкі ма? Қандай жігіт өзі? Ол да зарға арызын жазып кетті. Ең қызығы, әлі күнге дейін бір сыбыс жоқ. Бұл жерде бір шикілік бар екен рас. Көкпар болып жатыр екен. Сонда барып қайтайық. Жақсы? Жүр. Құдай қаласа қорытындылаймын. Бұл жұмысқа сіздің де көз майыңыз тамды. Бұл жақсылығыңызды ешқашан ұмытпаймын, ата. Қызым-ау, жазған жұмысыңды біраз қарап шықтым. Мына асыл тұқымды жылқы шаруашылығын дамыту деген бөлімің бар ғой. Иә. Сол жерде біраз қателіктер бар екен. Қай жерінде қате кетіпті? Мына таза қанды жылқыны көп мақтап жіберіпсің. Соны өсіру жолдарын ұсыныпсың. Ал ол көбеймейтін жануар. Неге? Мына бай бағландар әспеттеп жүргенімен оның қаны таза емес. Бұлай жетканда бірнеше қанның қосындысынан шыққан. Ал ол өз бетімен өмір сүре алмайды. Бірақ түр сипаты әдемі. Онымен келісем, ол рас. Бірақ соны далаға жіберіп көрші. Табиғаттың тылсым күшіне шыдас бермей, өліп қалады ол. Сонда қазір таза қанды жылқы өсіреді екен, шаруашылығы мықты екен деген трендке айналып тұр ғой. Иә, ол бірақ қолда ұстайтын жылқы ғой. Сен енді ойлап қара. Бір үйір жылқыны жыл 12 ай қорада ұстап көрші. Қиынның қиын емес пе? Ал біздің қазақты қара байыр мен қазанатын далаға жіберсең, ол тіпті қасқырға да алдырмайды ғой. Жарықтықтар. Мынау ақпанның ақ түтегінде тебініп жүріп, шөпті өзі тауып алады ғой. Әне. Мәселе қайда жатыр десеңізші. Сондықтан сұлу екен, түр сипаты әдемі екен деп көз алданыш қылуға болмайды. Қазақтың жылқысы текті жануар. Ол табиғаттың бар мінезін бойына тартып алған. Дүбәрә емес қой. Енді түсіндім.
Сондықтан жаңағы ұғым ол алаңғасарлықтан шыққан. Баз біреудің әлжуазатын соншама мақтап. Сен жылқы шаруашылығын өсіру дегенде, әлгі біздің қазақтың текті жануарын дәріпте, соны көбірек жаз. Жақсы. Тектілік деген үлкен философия бұл. Қазақ пен жылқының мінезінде шықтыр ғой қызым. Дүбәрі, ұрпақтан сақтасын. Сәттілік. Рахмет жаным. Дода кезінде өткен жолы үйренген әдіс бойынша әрекет етеміз. Алихан, сен барынша аянып қалма. Егер төрешіден ескерту алатын болсаң ештеңе етпейді. Ол өзіміз ғой. Есесіне бізде Жан Сұлтан бар. Ол тым турашыл. Ұқтың ба? Түсінбедім. Алихан енді додаға шыққан деп жатыр ма? Әрине. Несі бар шықпай? Сен енді ойын алмастырушы боласың. Солай шештің. Қалай сонда? Бұл не прикол ма сонда, Мади? Жарайды. Көреміз онда. Ештеңе етпейді. Жігіттер, тартпаларын тартып, жақсылап тексеріп алыңдар. Жігіттер, осы жолғы додада Мәди Алихан шығарды. Оны білесіңдер. Өлермендей алдартына қарамай. Сақ ойнаңдар. Ойында абай болыңдар. Қайсар, бергеш. Қалайсың? Жақсы. Саған сәттілік тілеймін. Рахмет. Ана ауылдағылар шулдап, ар жазып тағы келді маған. Көтере алмайтын шоқпар беліңе байлап нең бар еді? Сәке, сізге не болды? Ақшасын берді, құтылсаңшы. Ойбай, кооперативтерің осы ма деп маған тиісіп жатыр. Жарайды. Ол адамдармен өткен жол тілге келгендей болды. Ендігіс мына азаматтың қолында. Арызды бердік. Егер таба алмаса, ақшаны өзім қайтарамын. Барымызды салып іздестіріп жатырмыз. Бірақ ешқандай із қалдырмаған. Мен де күні түні ізгесіп жүрмін. Жарайды, оны қойшы, әлгі сенің досың Тимур. Сен оған сенімдісің бе? Не болды? Оның берген түсініктемесі мен арызы екеуі екі түрлі. Білмеймін. Оның ішіне кіріп шыққан жоқпын. Ол іске мен өзім араласқым келмейді. Себебі басым былыққа батады. Осы сен бар ғой. Өзіңе көп алғанды қашан қоясың? Қазір ешкім сенің көңіліңе қарамайды. Шаруаның нүктесін қой, бітті. Ал егер де аналар ауданға баратын болса, жағдай ушығады. Жарайды. Егер ол адамдар сізге тағы келіп жатса, маған қарай жіберіңіз. Мен өзім сөйлесем. Қолмен істегенімді мойынмен көтерем. Ақшаны тауып берем. Болды, сабыр ет. Жарайды. Бірақ намысты қолдан бермеңдер. Жарай ма? Жақсы. Жақсы. Жігіттер, Атқа қоныңдар. Тез. Сылбырамай ойын көрсетейік. Жүр. Жеке, мен де ауылда шаруашылық құрып жатырмын. Асыл тұқымды жылқыларды іздестіріп жүрмін. Сонымен қатар бір ғана қазақтың нағыз қарабайыр аттарын ұстасам ба деймін. Енді сізден қалыспай, ауқымды жұмысқа жаймен кірісіп жатқан жайларымыз бар. Қымыздан алып отырмыз. Рахмет. Мәке, шынымды айтсам бар ғой, көптен бері қолым босамай, көкпарда не болып жатқаннан мүлде бейхабар болдым. Бірақ ана жастар лигасы деген дұрыс болған екен. Жаман емес.
Жаке, менің бастамамды қолдап осы ауылдан бір үлкен шаруашылық ашса қалай қарайсыз? Серіктестік дегенде. Оны ойланып көрейік. Неге көрмеске? Екі мықты көкпар командасы бар. Солардың біріне демеушілік жасағым келеді. Дұрыс. Ал қайсысын таңдарын білмей? Неге отырмыз? Жүріңіз барып көрейік. Кім мықты екен? Жүріңіз. Қайсар, Алихан сазайын берейін ба? Ода сенің шаруаң болмасын. Шын болады, ойыңды ойыннан басқа жерге аударма. Бар ойың додада болсын. Алихан өзінің таңдауын жасады. Оған біз кедергі бола алмаймыз. Ассалаумағалейкум, жігіттер. Уағалейкум. Додаға дайындықтарың қалай? Жақсы, сәттілік тілеймін. Рахмет. Көкелер бас тігіп отыр. Қалай қарайсың? Мәди. Олар бас тіге ме, тікпей ме, ода менің шаруам жоқ. Ол олардың шаруасы. Ярайды. Жүріңдер, ат жүргізейік. Мен білетін екі мықты команда бар. Олар міне алаңда жүр. Жақсы. Анау жігіттің мінгені нағыз қазақтың қарабайы екен. Ол Қайсар деген жігіт. Оның атына көптің көз түсіп жүр. Мақтат. Ал анау Мәди деген азамат. Өзіңіз білесіз, облыстық мәслихаттың депутаты. Нұрғожаның ұлы ғой. Солай ма? Дұрыс екен Мәке. Жұмыс. Финалға жолдама алған екі команда тартысты ойынды бастама. Шабандоздар додаға тас түйін боп шықты. Ауыл адамдары Қайсарға әкімге шағымданыпты. Ай, осыларға. Бірі оларды түртпектеп жүр ғой деймін. Шу-шу етіп сотқа да шағымданамыз дейді. Түсінбейді айтқанды. Қайғыда, қуанышта бір адам басында тұра бермейді ғой. Қайсар бүгін көкпарға кетті ғой. Атасы үйінде жалғыз отырған шығар. Мен барып, қал жағдайын біліп қайтайын. Көкбөрі командасы де. Жақсы екен бауыр. Атыңа айтарым жоқ. Нағыз көкпардың тұлпар екен. Жануардың жаратылысы бөлігі о, Келесі ойындарын қашан? Бүгін жартылай финал. Одан кейін финал болады. Сосын барлық ойындарды қорытындылайды. Дұрыс. Осындай жігіттердің көкпарды серік еткені қуантады. Жарайсыңдар. Рахмет. Сарқыт. Қайсар қайда? Онымен дұрыстап сөйлесуге келдік. Көкпарға кетті. Бізге ақшаны тезірек тауып берсін. Көп күте алмаймыз. Жақсылықпен шешейік бұл мәселені. Ұят деген болу керек қой. Не деген сұмдық, қайтарсын? Әйтпесе қайтып келе береміз күнде осында. Айтыңыз оған. Айтам. Жүр.
Ассалаумағалейкум. Қонеке, кел, отыр. Ай, денсаулығың қал жағдайың қалай? Жағдайдың несін сұрайсың? Өлместің күнін көріп отырмыз әйтеуір. Қойшын, о не дегені? Қайсардың дәл қазір албырт шақ емес пе? Сен мықты болу керексің сондықтан. Жаңабек пен Әминаның жоқтығы батып тұр ғой. Ай, қайтесің енді? Я, Жаңабек марқұм. Бұл дүниеден еш алаңсыз, уайымсыз өтті ғой. Арасында қалжыңдап, жадырап күліп жүруші. Өмірде мына баланың артында қалған жаман екен. Ойлай берем. Я. Солай болады ғой енді. Айтпақшы, мына совхозды алғаш құрған сенің әкең емес пе? Иә. Осы жерге қазықты қаққан алғашқылардың бірі болыпты ғой. Мен онда есімді білмеймін. Әкемнен бір жасымда қалдым ғой. Иә. О заманда көп адамның тағдыры сондай болған. Басымыздан не өтпеді. Өлмей келе жатқан халықпыз ғой. Айтпа. Осы жер ыстық маған. Мына кейінгі жастар не біледі дейсің. Бір сүйем жердің өзі бізге қымбат қой. Құдайға шүкір. Ата-бабаларымыз ұлан қайыр жер қалдырыпты. Айтпа. Соның бәрі бос жатқан жоқ па? Бұрынғылар бос жатқан жер жау шақырат деуші еді, Құдай бетіне әрі қылсын. Төрешінің бүйрегі аналарға бұрып тұрған көрініп тұр. Марат пен Жайдарбек мұнда жайдан-жай жүрген жоқ. Алихан барлық біздің тәсілдерді мәдиге жеткізгені көрініп тұр. Не істесек те алдын алып жатыр. Жарайды, жеңілістің дәмін татып көреміз. Қайсар, Алихан енді бір кедергі жасай алмаймын. Жоқ, қажеті жоқ. Қызбалыққа салынба. Ойынды қалай жүргіздік, солай жүргіземіз ары қарай. Жүріңдер. Жаңа жұмыс жайын көрсеттім. Қолыңнан келеді. Тимур, ең бастысы ниет керек. Не жұмыс істесең де, қандай жұмыс істесең де, шын ниетпен беріліп істесең, жаның жай табады. Дұрыс айтасыз аға. Сантехника жағынан да аздап хабарым бар. Істеймін ғой. Жарайды, келістік. Осы өзің сияқты жастар мұндай жұмысқа мүлдем келмейді. Құдай шақырып әкеле алмайсың. Өздері бір ауыздарын арандай ашып, дүниені кесек-кесегімен тапқысы келеді. Оны да істей алмай сандалып жүр. Иә аға. Біз де біраз сөйтіп сандалып жүрдік. Аузымыз әбден күйді. Жарайды ондағы. Мен ертең келем. Жарайды. Кешікпе. Иә. Жарайсың. Осы бетінен тайма. Сенен мықты көкпар шығатынына көзім жетті. Егер осы жол салым салмасам, Алихан деген атым құрсын. Саласың. Саласың, саған сенем. Аянып қалма. Жақсы.
Yardım şakırma tez! Tez! Алихан, Çakırsan şunu естіп тұрсын тез! Жаке, есеп айқын болды. Мен өз таңдауымды жасадым. Әрине командалар мықты екен, бірақ тым асығыс жасаған жоқсыз ба? Жігіттердің ойыны көңілден шықты. Оларды қолдап көтермеу керек. Дұрыс ма? Кезінде көкпарға тыйым салды ғой, иә? Тыйым салғаны не? Қылмыс деп есептеді ғой оңбағандар. Сондай қыспақ болса да, қазақ көкпарды ұмытпады ғой. Қаныңда бар нәрсені ұмыту мүмкін емес қой. Қаныңда бар болса бар, жоқ болса жоқ. Иә, мен ол кезде партия қызметкер едім ғой. Сай-сайды қуалап жүріп, көкпар тартатымыз. Милицияда аңдығанын қоймаушы еді. Қандай қиын заман десеңші. Ал қазір Құдайға тәуба, бәріне жол ашық. Жол ашылған жақсы ғой. Бірақ осы ұрандатып жүріп, көп нәрсенің қадір қасиетін жоғалтып алмасақ болды. Көш жүретселер. Мына біздің ұрпағымызды айтам. Бұдан да жақсы заманда өмір сүретін болады әлі. Сен сияқты ақыл айтатын қариясы болса, балалар бақытты болады ғой. Саған деймін да, Қайсардың қызығын көруді жазсын. Әмин, айтқаның келсін. Ай, Қонеке, осы сенімен әңгімелесем деп, көңілім әжептәуір көтеріліп қалды. Келіп тұрсаңшы осылай. Әрине. Қандай текті кісі, әр сөзінде үлкен астар жатыр. Сарқыт ата, аты айтып тұрғандай, көненің көзі ғой. Білесіз бе, бір сөзді айту үшін астарлап, ғибраты мол әңгіме айтып келіп, түйіндеп барып бітіреді. Сенің де көзқарасың өзгеріпті, байқап жүрмін. Ол кісімен сөйлессең, бір жақсы кітап оқығандай әсер аласың. Құдайға шүкір, менің де қызым текті. Жұмыстағы айғай-шудан кейін Сарқыт атаның әңгімесі мүлдем бөлек әлем ғой. Көпті көрген, көп оқыған кісі ғой. Айтпақшы, Қайсар көкпарға кетіп пе? Ешқандай дайындықсыз. Тіпті көңіл күйде болмай жүргенде қалай болар екен? Уайымдап отырмын. Қызым-ау, сен бізді әбден ұмытып, ойының бәрі сол жақта ғой? Енді... Баб, сосын Алихан ағаға не болды? сол сәтте Алихан ағаңды мен ауруханаға алып барғам. Жарақат ауыр сияқты. Ештеңе етпейді. Алиханды маңғал еді. Бір нәрсеге ұрынатынын сезіп еді. Неменеге? Аяқ асты жаның аши қалған. Ол менің бауырым, ауылдасым. Қанша жерден жамандық жасаса да бір көстік. Жамандық жасап не қылды? Сен бұлай біреудің сыртына ғайбат айтпа. Сен оның жамандыққа итермелеген. Білесің бе, оның ешкімі жоқ. Адамдардан жылулық іздейді. Қойшы, ақылсымай-ақ. Сен сөзге түсінесің бе, жоқ па? Алиханды маған айдап салған мына сен. Абайлап сөйле. Сенімсің бе?
Куәң бар ма, дәлел қайда? Бар куәм, Құдай көріп тұр. Егер Алиханға бірдеңе болатын болса, басыңмен жауап бересің. Ісім сенмен болады. Қайсар, біріншіден, Алихан менің командамда. Екіншіден, бұл жағдайға мен оны айдап салған жоқпын. Сен не? Маған ақыл үйретуге келдің бе? Мади, сен сөзге түсінесің бе жоқ па? Егер менің жеке басыма бір шаруам болатын болса, кегім болатын болса, бетіме кеп айт. Колхоз! Сен не кектеп тұрсың, а? Аман тұрғанда кет бұл жерден. Мади, сен